Құрметті тыңдаушы, Оян Батыр подкастына қош келдің. Бұл өзін өзі тану мен бойдағы жігерді шыңдауды мақсат ететін сұхбат алаңы. Біз қоғам мен заманға лайықты болудың амалын іздеп, кейде өз жолымыздан адасып жатамыз. Өзгенің алдында абыройлы болып қалу үшін бөтен мақсат көздеп, жан қалауымызға құлақ түрмей жүреміз. Ал бұл өзімізге және түп армандарымызға қиянат емес пе? Бұл подкаст өмірге жаңаша қарайтын, ішкі еркіндікті аңсайтын жандарға арналған. Біз қоғам арқылы таңылған ережелерді қабылдамай, дара жолмен өз бақытына ұмтылған адамдармен әңгіме өрбітеміз. Өзін өзі тану, тұлға ретінде даму жолдары жайлы ой алмасамыз. Сен жалғыз емессің. Оян, батыр екеніңді таныт. Сәлем достар, менің атым Жалғас Ертай және бұл Find Your Bee подкаст үшін жасаған менің алғашқы сұхбатым. Сұхбаттың бірінші қонағы ретінде жас ғалым Сұлтан Мұсаханды шақырамын деп шештім. Себебі маған оның азаматтық көзқарасы мен батыл пікірлері, ашық ойлары ұнайды. Осы сұхбатта да біз Сұлтан екеуміз қазақ ғылымының қазіргі жағдайы, қазақ қоғамдағы деколониалдық процестер, болмаса қазақ қоғамы қайда бара жатыр, қай жерге келдік, бұдан ары қарай не болады деген сияқты сұрақтарға жауап іздедік. Және сондай-ақ Сұлтан Мұсаханның өзінің ЛГБТ белсенділігі туралы біраз сөйлестік. Және әдеттегідей екі қазақ кездесіп қалса, қазақ тілінің болашағын талқылап кететін дәстүрден де айнымаған сияқтымыз. Ендеше мархабат. Мен саған қойғым келіп жүрген бір сұрақ болатын үнемі. Сенің қазақ тілінде жасалынатын ғылымға, нақтырақ айтқанда жаратылыстану ғылымдарына деген көзқарасың қандай? Және жалпы оның болашағы бар деп ойлайсың ба? Менің ойымша ғылыми терминдер сол латын тілінде немесе өзінің негізгі нұсқасында қалу керек деймін, бірақ қазақшаланып сәл, иә. Ал мысалға жай сөз бірдеңе түсіндіргенде оның бәрін толықтай қазақшаға аударуымыз керек деген ойдамын. Ғылым деген ол адамның өзінің ішкі ізденісі, иә. Егер былай қарасақ, ол қай тілде сөйлесең де ол бәрібір өседі. Бірінші сұхбаттасқың келгеннің алғашқы себебі сенімен ғылым туралы сөйлесу емес, сенің азаматтық көзқарасың қызығырақ болды маған шынын айтқанда. Себебі бізде шынын айту керек, ғалым адамдар түгілі жалпы өзінің азаматтық көзқарасын білдіретін, ашық білдіретін және онысын жария түрде көпшіліктің алдына шығып айта алатын адамдар өте аз. Сенің осы жалпы ғалым емес, сен өзіңнің жеке тұлға ретінде азаматтық белсенді болуыңа не себеп? Былай, Бостонға барсаң, ол жердің өздерінің ғалымдары бар. Бостонды көлденең де зерттеп жатыр, қалай зерттеп жатыр, солай зерттеп жатыр. Мысалға, Ресейге барсаң, олардың өздерінің ғалымдары бар. Сібірді зерттейді, тағы бірдеңкесін зерттейді. Ал Қазақстанды кім зерттейді? Бізге ешкімге керек жоқпыз, өзімізге ғана керек бұл жер. Яғни біз өзіміз зерттеуіміз керек. Осыдан біраз уақыт бұрын әңгімелескенбіз екеуміз отарсыздандыру туралы, иә. Менің ойымша, біз постколониалды ел ретінде біздің психологиялық, тарихи, моральдық, адамгершілік травмаларымыз өте көп. Біздің халықтың бойында, иә. Және мен халық деп 18 миллион адамның бәрін айтып отырмын бұл жерде. Өйткені біздің халықтың арасында сондай стереотип бар. Қазақша сөйледі ме, демек 13 миллион қазақ туралы ғана әңгіме айтады деген сөзді. Жоқ, біз Қазақстанның 18 миллион адамның барлығы туралы әңгіме айтуымыз керек сияқты да. Менің айтқым келіп жатқан нәрсе, бізге постколониалды теория керек. Ол біріншіден өзімізге ғана керек. Иә, деколониалды, кешірім өтінемін. Деколониалды теория керек бізге. Бірақ оны керек екенін түсінетін адамдар аз ғой. Әлде саған олай көрінбей ма? Мен түсініп отырмын, сен не айтқыңыз келіп тұрғанын. Менің ойымша оны түсінетін адамдар аз. Себебі түсінбейтіндерге деколониалды теория керек жоқ. Түсінбейтін дегендер, яғни мысалға қазақша сөйлейтін қазақтарға деколониалды мүмкін ойлар керек жоқ шығар. Себебі олар ешқандай колониялық ойға ұшыраған жоқ деп өзіңіз айтқансыз, иә. Олар сол қазақ тілінде сөйлеп, олар да елді қатарлы, иә, дамып жатыр. Қазақша сөйлейтін қазақтар тек қана ондай бір чыт ондай емес қазір. Ауылда ғана тұратын ондай емес. Олар барлық жерде тұрады. Олар барлық түрлі мансаппен кеткен, дүние жүзінде өздеріне атақ шығарып жатыр деген сияқты. Яғни қазақша сөйлейтін қазақтармен бір проблема жоқ, мәселе жоқ. Сіз айттыңыз.
орысша сөйлейтін қазақтар немесе қазақша сөйлейтін қазақтар бірақ орыстанып кеткендер мен сияқты өзімді айтайын. Сен өзіңді орыстанған қазақпын деп есептейсің сонда, иә? Орыстанған қазақ дегенде орыстанған шығар мүмкін, бірақ постколониалды көзқарасымен де толып жатыр ішімде шашылып. Ол стереотип, яғни ол маған сүйегіме бітіп кеткен де сол үшін маған керек деколониалды теория. Яғни ол өзімнің қазақи айдентитимді шығару үшін мүмкін деколониалды ойлар керек шығар. Мен әрине өзіме керек деп санаймын, қолданамын. Өзімді жаңағы постколониалдық зынданнан шығарып жатырмын. Сенің ЛГБТ активизм туралы сөйлессекші. Мен саған қазір қазақ қоғамындағы ең жиі кездесетін көзқарасты айтамын. Өзін адекваттымын, тіпті кейбір жағдайларда либералмын, тіпті көбіне дені сау сондай адаммын және мына өмірге көзқарасымда дұрыс деген деп аталатын адамдардың ЛГБТ қауымдастығына қатысты мынандай пікір бар. Олар болса болсын, жүрсе жүрсін, бірақ жарияламасын деп нүкте. Сенің осылай айтатын адамдарға көзқарасың қалай болады? Ешкім жариялап жатқан жоқ. Жариялап жатса да жариялауға құқығы бар жұрттың. Мен осы жерде саған бұл сұрақты қойып отқан себебім, менің өзімде бұған қатысты жауап бар. Мысалы мен былай айтқан болар едім. Біз егер адам құқықтары туралы айтатын болсақ, біреуді кемсіту, біреуді кемсітпеу туралы айтатын болсақ, ешкімді кемсітпеу нақтырақ айтқанда туралы айтатын болсақ, онда мысалы дәстүрлі отбасы мүшелері, дәстүрлі жұптар бір-бірімен көшеде қол ұстасып жүре алады да, олар оның құқығы болып саналады ол әрекет. Ал дәстүрсіз отбасы деп, отбасы емес жұп деп алады. Бейдәстүрлі жұп көшеге қолын ұстап шықса, онда ол біреудің намысына тиіп қалады екен. Бұл жерде бір адамның құқығын сыйламау, өзіңдегі бар привилегияны басқалардан қызғану сияқты болып көрінеді. Сондықтан менің ойымша жарияламау деген, яғни өзінің бейдәстүрлі көзқарастарын жарияламау, әрекеттерін жарияламау деген сөз, ол кемінде өзіңнің либералдық құндылықтарыңа кереғар келу дегенмен. Яғни өзін, ондай адам өзін ешқашан либералмын деп есептемей-ақ қою керек деп ойлаймын да. Мен де ойлаймын, ол яғни кемсіту анық түрлі. Себебі сен кім екенсің біреуге қол ұстаспа деп. Ол жай мүмкін ағайындылар шығар, мүмкін ол кішкене, мүмкін ол сіңілі әпке, қайдан білесің кім қол ұстасып жүретінін. Сосын адамдар қол ұстаса дұрыс шығар. Мүмкін біз бір жасық сондай болғанша ашық болған жақсы шығар. Қол ұстасып дос болып махаббат болсан деген сияқты. Ол мен енді либерал болған үшін айта салсам деп па? Ал сенің ойыңша біздің қоғамда неге ЛГБТ белсенділік көбейіп кетті деп ойлайсың? Себебі бар ма? Белсенділігі мен оны реакция деп санаймын. Себебі біздің қоғам шын айтамын, дәстүрлі деп бейдәстүрлі екеуін бір екі абсолют қарама-қарсы антагонист дұрыс емес деп санаймын. Себебі дамыған елдерде дәстүрлі де дәстүрлі емес те кім болсын бәрі бір жол, енді барлығы дос болып идеалды түрде өмір сүреді. Сол үшін біздің халықтан менің ойымша ол мүмкін әдейі біреу антагонист қылып көрсететін шығар екі культураны. Мүмкін халықтың арасында бізде жүйелік зорлық бар, сосын кемсітушілік бар, сосын патриархалды көзқарас, әйел адамдар немесе әйелге ұқсаған адамдардың жек көру, сосын мизогиния, сосын гомофобия, трансфобия. Біздің халық ауру бұл жағынан, керемет ауру. Себебі олар сен ЛГБТ болғаның үшін емес, сен жай ғана тірі жан болған үшін ғана сен күн көрсетпейді. Бізде зорлық, зомбылық күнде бір жаңалық шығады. Сосын педофилиядан тағы бір жаңалық шығады. Немесе екеуі енді шықпаса біреуді қағып өтті деген үшінші жаңалық шығады. Бұл менің ойымша біздің халықтың арасында зорлықтың пропагандасы бар екенін көрсетеді. Ал былай дәстүрлі қоғам, бейдәстүрлі қоғамға ешқандай антагонистік қарама-қарсы бір несі жоқ. ЛГБТ-ның арасында да парадқа қарсымын деген мүмкін көпшілігі шығар. Өйткені олардың да ойы дәстүрлі.
Өткенде Марғұлан Сейсенбайдың сұхбатын көріп отырып бір ой айтты сол кісі. Ол кісі айтады, жалпы гей парадтарға қатысты сұрақ болатын. Сол кезде айтқаны, біз қалай гейлердің құқығы туралы айтамыз, егер бізде халықтың басым бөлігінде саяси құқықтардың өзі жоқ болғанда деп айтып отыр. Яғни оның айтқысы келіп отқаны, бірінші біз халқымызға саяси құқықтар алып алайық дейді, бәріне. Сосын барып басқа да азшылықтардың, болмаса басқа да топтардың құқықтар туралы ойлана бастаймыз дегенге келтірді. Сенің ойыңша осындай көзқарасқа қалай қарайсың? Протест. Айт, протест. Менің ойымша көпшілік кіші қауымдар деп, ол да қайттан антагонистік та, бинарлы көзқарас, бір-біріне қарама-қарсы қою. Бізде неге көпшіліктің ішіне сол жаңағы кіші қауымдастар кірмейді? Егер көпшілікті біз бөліп тастасақ, оның ішіне миллион түрлі кіші қауымдастар шығады. Ұйғырлар шығады, орыстар шығады, орыстың ішінде тағы біреу шығады, орыстың ішінде шашы сарылар мен шашы қаралар шығады. Бөле бересің бе? Ақтарда да 130 руға біз олар бөліне береді. Менің ойымша жаңағындай бинарлы көзқарас ол бір гомофобияның бір белгісі. Неге гомофоб болу жаман? Неге гомофоб болу жаман? Мысалы, өйткені кейбіреулер гомофобке мақтанады. Мен былай ойлаймын. Мысалға мен Алматыда отырған, пиво ішіп отырған бір қазақпын. Бірақ менің ішімде шашылып жатқан бір жиіркеніш, мысалға Африканың жанындағы бір кішкентай рух деп ойлайық. Сонда мен Алматыда отырған адам, қайдан соншама жиіркеніш шығып жатыр? Танымайтын адам, көрмейтін адам. Бар болған, мен білем, бүкіл көбісі қазақтар гейлерді көзіне көрмеген. Мүмкін көрсе де олар ешкім айтпайды, олар мен геймін деп, өйткені білмейді, көрсе де. Білмейді. Солай мен түсінбейтін, сол қайдан шыққан ол жиіркеніш? Оларға күнде бір гей кеп есігіне тоқылдатып жатыр ма? Гей бол деп. Сен лесбиян қыз кеп бүйтіп тоқылдатып жатыр ма? Лесбиян бол деп сен. Ешкім айтып жатқан жоқ. Ешкімге оның керегі жоқ. Гейге ешқандай гомофобтың керегі. Мен сені таңғалдырайын. Біздің халық шынымен солай ойлайды. Сен екі жігіт көшеде қол ұстасып жүрсе, оның баласына ол кері әсер етеді деп. Айтып жатырсыз, мен күнде еститін. Маған күнде сондай аргумент. Сондай аргумент. Әр адам, қазақ болсын, кім болсын, біздің Қазақстанда тура сол аргумент қояды. Егер екі адам кетіп бара жатса, ол біріншіден ол гомофобия. Ол мизогиния. Неге екі ер адам деген сұрақта, неге екі әйел адам деп айтпады ел жұрт? Өйткені бұл примерлардың, яғни мысалдардың ортақ бір несі бар, мәселе ортасында, проблемасы. Яғни гомофоб болу ол нашар. Себебі сенің жиіркенішің түсініксіз қайдан келіп жатқаны. Ол қайдан келіп жатқан активистер ретінде біз түсінеміз. Әрине ол мемлекет. Біздің мемлекет гомофоб демеге? Олар, Мен ойымша солай. Себебі жоқ, мемлекет гомофоб дегенде біз мысалы орыстардың, ресейліктердің риторикасын аламыз да, пропаганда бірдеңке деген сөздерді Путин өзі ойлап тапқан деп. Ауыздан шықты, сол сөз әлі кетіп жатыр, барлық сөздер. Солардың біз бір қайтадан форматын алудамыз да. Біз неге қазақтардың арасында тағы бір жаңа жиіркеніш сезімін шығаруымыз керек? Немесе неге біз махаббат сезімін бір прогрессивті ойлар шығармаймыз? Неге біз бір жаңағы шелектегі крабтар сияқты бір-біріміз тартып тек қана бір негативқа кіруіміз керек? Гейлерді көрмей жатсаңыз, ол туралы ойламаңыз. Менің ойымша гомофобияның проблемасы ол гомофобияның өзінде емес, ол мизогиниядан шығады. Біздің адамдар ер адамдарды жек көрмейді, біздің адамдар әйел адамдарды жек көреді деп санаймын. Немесе әйел адамға ұқсаған ер адамдарды жек көреді. Бір сәт тоқтап, жүрегіңді тыңдашы. Оян Батыр өзін өзі тану мен еркіндікке қол жеткізу туралы подкаст. Толығырақ ақпаратты findyourbin.com сайтында таба аласың. Өткенде бір танысыммен осы туралы әңгімелесіп қалдым. Патриархалдық қоғам ол, мен әйелдер неге шығып кететін шығар деп феминистік әңгіме болды енді екеуміздің арамызда. Әйелдер қазір билікке барып алады, олар там еркектерді ығыстырып шығарады деген сияқты әңгіме айтады да. Сосын айтады, мені еркек деп кемсітті ана жерде. Еркексің ба, еркек сияқты ұста деп өзіңді кемсітті деп ренжіп отыр жаңағы феминист әйелдерге бір менің танысым. Мен сосын айттым, жалпы патриархалдық қоғамда еркек те зардап шегеді. Әйел әрине бірінші болып зардап шегеді, бірақ сонымен қатар еркек те зардап шегеді. Жалпы кез келген догмаға сүйенетін қоғам ол
кез келген адамды белгілі бір шеңберге ғана салып қояды да сол шеңберден шығып кеткен адамның бәрін жек көре бастайды. Ол оның жынысына қарамайды, оның жыныстық ориентациясына қарамайды, ештеңесіне қарамайды, бәрін жек көре бастайды да. Демек біз патриархалдықтан құтылу, патриархалдық қоғамды артта қалдыру туралы айта бастаған кезде ол еркекке де әйелге де пайдалы екен. Ол гетеросексуалға да гомосексуалға да пайдалы екен. Ол феминистке де, ол дәстүрді қатты ұстанатын адамдарға да пайдалы екенін түсіндіру керек сияқты көрінеді ма? Жалпы сен феминизмге көзқарасың қалай? Кішкентай кезімнен адамдарды түсінбейтінмін. Мүмкін содан мен либерал, мен генетикалық түрде шығар. Біз неге бір өтірік жүйені құрып алып, жаңағы патриархалды немесе діни немесе тағы бірдеңке өтірік бір жүйе, сонымен сосын қиналып өмір сүруіміз керек. Өз-өзіңе бір проблема салып, бір масыл болып, бар ғой дүние жүзінде. Неге біз ол проблемалардан құтылып гармонияда өмір сүруге болмайды? Егер феминизм, менің ойымша, ол бір күш, осы жаңағы біздің өтірік жүйемізді сындыратын. Феминизм ол жай ғана әйел адамның құқығы. Әйел адамды біз мүмкін қазақ болып кемсіткен жоқ шығармыз, бірақ дүние жүзі ретінде кемсітудеміз әлі. Енді осы жерде біз адам құқықтары туралы әңгімені бастап қалған екенбіз. Мен тіл туралы тақырыпқа көшейін. Біздің қоғамда қазақ тілді адамдардың құқығы шектеледі. Яғни олар кемсітіледі көбіне. Біздің қоғам осы шындықты түсініп үлгерді ме, түсініп үлгерген жоқ па әлі? Менің ойымша либералды қауым түсінеді. Бірақ менің қазақтарға айтарым, олардың кемсітуін көтіне қыстырмау. Себебі бұл елде қазақша сөйлейтін адамдардың ғана болашағы анық деп ойлаймын. Ол бір не емес, кемсіту ретінде, жарайды, ол бәрібір кемсіту болып саналады ғой, егер біреуді былай шығарып қойсаң. Бірақ неге анық деген, мүмкін менің ойымша оның бір рационалды несі бар да, жауабы. Себебі қазақша сөйлейтін қазақтар, сіз айтқандай, олар барлық тілді біледі. Қазақша, орысша, ағылшын, қандай тіл болсын, қытайшасы да бар, арасында. Ал орысша сөйлейтін қазақтар қазақша білмейді. Оларды -1. Сол үшін ал қазақша сөйлейтін адамдар, мысалға, егер біз Қазақстанның тәуелсіздік алған кезінде қанша қазақ болды пайыз бойынша? Қателеспесем, 49-48 сондай. Ал қазір 30 жыл өткеннен кейін 70-ке тақау. 50-ден көп. Яғни қазақша сөйлейтін қазақтар немесе жай қазақтардың саны көбейіп жатыр. Яғни орысша сөйлейтін адамдардың, орысша сөйлесе сөйлей берсін, бірақ қазақша сөйлемейтін адамдардың изоляциясы пайда болып жатыр да. Менің ойымша ол изоляция қате, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Менің ойымша оларды біз қазақша үйретіңдер деп қинай алмаймыз. Бірінші, үйреніңдер деп. Екінші, олардың өздерінде қазақша үйренуге құлқы жоқ. Демек олардың алдында екі ғана жол тұр. Біріншісі мына елден кетіп қалу. Екіншісі, жаңа өзің айтқандай, изоляция болып маргиналдану да түбінде. Менің ойымша олар маргиналданады бірінші, сосын радикализация ұшырайды деп санаймын. Егер итке тиісе берсең, бұрышқа былай тығып, ең соңында ол тістейді. Тура сол. Орысша сөйлейтін қазақтармен мен де солай ойлаймын. Олар қазір өздерінің изоляциясында маргинализацияға ұшырап жатыр, ең соңында радикализацияға ұшырайды. Олардың арасында менің ойымша олар кетпеуі тиіс. Олар біздің қандастар, біздің жолдастар, біздің енді осы халықтың адамдары, алайда менің ойымша қазақша сөйлейтін қазақтар арасында мүмкін қазақ тілін жай ғана бір жаңа түрде көрсетті. Қазақ тілін сәнге айналдыру. Сәнге, мысалға қазақша сөйлемейтін қазақ, бірақ 91 ұнайтын адамдар екі сөз болса да айта алады әнінен. Содан басталады ғой тіл деген, жай ғана өлең айту немесе бірдеңке сөз сөйлеумен. Жалпы мен Қазақстанда қазақша білмеймін деген адамға сенбеймін. Ол адам кемі сенің не туралы әңгімелесіп отырғаныңды жобамен түсінеді. Кемі 500 сөз біледі. Яғни бұл жерде менің ойымша тіл білу білмеу проблемасы емес, тілге қатысты психологиялық проблема бар сияқты да. Яғни біздегі басқа ұлт өкілдері деп айтпай ақ қояйық, мен ол терминді онша ұната бермеймін. Себебі
шатағым жоқ оларда. Иә. Қазақтармен айналысу керек ма? Жоқ, мен 18 миллион адамның бәрін қазақ деп есептеймін. Айтқым келіп отқан нәрсе, олар тіл біледі, басым көп бөлігі тіл біледі, бірақ ол тілге қатысты көптеген психологиялық травмалар бар да, ол дәл сол топтың ішінде, қазақша білмейтін топтың ішінде, Қазақстанның қазақша білмейтін азаматтарының ішінде қазақ тіліне қатысты психологиялық травма бар. Әйтпесе олардың барлығы, басым бөлігі менің ойымша қазақ тілін әжептәуір біледі деп есептеймін. Кемінде көшеде амандасып, нан сұрап, жол сұрап, жаңалықты көрсе, не туралы әңгіме отқанын түсіне алатындай деңгейде біледі. Әрине сізбен толықтай келісемін, себебі өткенде сіз маған осыны айтқансыз. Иә. Сосын мен бардым да орыстармен әдейі қазақша бірдеңе айтып көрдім да. Әрине олар түсініп айтқан затты істеді. Жауап бере алды. Орыс тілінде де болса да, бірақ жауап берді. Ол не дегеніміз, олар біледі қазақша. Иә. Түсінеді толықтай. Сөйлеп кетуге стимул керек. Иә, бірақ мүмкін біздің дәстүр сондай шығар. Қалыптасып қалған. Мүмкін оларға орысша жауап берсе, өздерін бір крутой санайтын шығар деп. Менің ойымша ситуация керісінше сияқты, қайта қазақтардың өздері қазақша біліп тұрса да орысша сөйлесе крутоймын деп есептейтін сияқты менің ойымша орысша сөйлеу үшін крутой болып бізге саналады. Иә, сол таразының басын қалай бұруға болады басқа жаққа? Сіз күшті ой айтқансыз. Сол қатты жүрегіме ұмытып қалдым ол ойымды, қайталап жіберсең. Сіз айтқансыз, мысалға бізге отарсыздандыру саясаты қажеті жоқ. Себебі қазақтар өздерінің өмірін сүріп, мемлекетсіз ақта өздері тілін дамытуда, мәдениетін дамытуда, кітап жазуда бірдеңке болып жатыр. Қазақшаға мысалы Гарри Поттерді да аударды, кішкентай қыз. Сол ғой дәстүр деген, кішкентай ептеп. Бұл процесс ол бола береді. Біздің дәстүр, мәдениет дамиды. Осы процесс ішінде менің ойымша қазақ тіліне қызығушылық пайда болады деп ойлаймын. Мысалы 91, Ғалымжан Молданазар, Дархан Жүз, Аршат, олар үлкен бізге нұсқа. Мысалы оларды менің көп орыс тілінде сөйлейтін достарым тыңдайды. Сөзін жатқа да білетіндері бар арасында. Менің ойымша осындай сәнге айналдыру ол бір эволюциялық процесті, ол өз-өзімен болатын. Сол қызықтырады. Себебі бұл процесс немес, өтірік процесс емес, ол естественный процесс. Осыға дейін екеуміздің деколониалдық теория туралы әңгімеміздің ең негізгі тұздығы, ішіндегі басты нәрсесі ол тіл деп ойлаймын. Яғни өзіңді отарсызданған адам ретінде сезіну, ол қазақша сөйлейтін болсаң, егер сөйлейтін адам болсаң, қазақша контент жасау, сөйлей алатын адам болсаң. Ал қазақша үйреніп жүрген адам болсаң, қазақша жиірек сөйлеу. Ал қазақша білмейтін адам болсаң, қазақ тіліне деген көзқарасыңды өзгерту кемінде. Осы үш нәрсені істесек, сол кезде біз отарсызданған елге, отарсызданған ұлтқа айналамыз. Сізге бір сұрақ қояйыншы. Қой. Біздің қазіргі айтып жатқан затымыз, оны мен кішкентай кезімде де естігемін. Басқа да егер газет журналдан қарасаңыз, барлығы қазақ тілі туралы айтады. Иә. Мен өзімнің 25-те ғанамын, бірақ 20 жыл бұрынғы өмірімде осы қазақша сөйле деген маған бір қатты жат естілетін. Ұрысу сияқты естілетін, сол үшін мен сөйлемейтінмін. Сол үшін ақ ұрыстап кеттім. Мен содан айтып отырмын ғой, психологиялық проблема деп. Қазіргі біздің айтып тұрғанымыз тура сол емес па? Демек, проблема 20 жылдан бері талқылап келе жатсақ, ол өте маңызды, өзекті, әлі шешімін таппаған, тіпті жақын арада таба алмайтын да проблема болып тұр енді алдымызда. Сонда біз кереметпіз бұл жерде, жалғастырып жатқан. Менің күдігімше бізден кейінгі адамдар да жалғастыратын сияқты мына әңгімені. Мысалға мен ойланамын, неге біз осы қазақтар, мысалға орыстанған қазаққа, ой, қазақ тілі құрып жатыр, қазақтың дәстүрі құрып жатыр десең жүрек ашиды. Біздің қазақта жүрек ашу деген бір күшті әдет бар. Мүмкін осы факторды зерттегеніміз дұрыс шығар деп ойлаймын. Мен қазақ тілі құрып жатыр деген әңгімеге сенбеймін. Ол орыстанған қазақтарға деп тұрмын. Қазақтар олай әрине санамайды. Қазақ сөйлейтін қазақтар. Бірақ орысша сөйлейтін қазақтар сөйтіп санайды. Себебі олардың тілі құрып жатыр, өздерінің ішінде. Менің ойымша бұл эмоциялық зат, яғни эмоция бар ішінде, қайғы қасірет.
Иә. Осы қайғы қасіретті мүмкін қолдана отырып біз мүмкін қазақ тілін ұлғайта алатын шығармыз, солардың ішінде жанында сол эмоцияны қолдана отырып. Келсем ойыңмен, иә. Сенің белсенділігіңе қарай келсек, сенің алғашқы Оян Қазақстанға араласа бастауыңның себебі не? Менің Сүйбеке деген үнді подругам бар. Екеуміз күшті доспыз. Бірінші күні мен магистратураны Назарбаев университетін бітіріп келдім, Астанадан Алматыға көшіп келдім. Сол күні айтты, мен ояндым деген видео бар, қатысқың келе ма дейді. Ол жай ғана біз өзің жаның ашитын проблемалар туралы айтасың деді видеода, бірақ сөйлем. Сосын мен ойладым, давай айтайық, экология быт-шыт болып жатыр, неге айтпасқа? Экология катастрофа бар бізде. Соны ойладым, егер мен мүмкін сондай шындықты айтсам, бір өзгеріс болады ау деп. Сондай мәселемен бар. Оян Қазақстанға да беріп кеттім аяғасынан, өйткені барлығы бір адамдарда ішінде жүріп. Мен ояндым видеосының сондай танымал болып кеткен себебі не? Егер біздің үлкен поколениеге қарасаңыз, олар жаңа поколениеден бір ұрпақтан бір күтеді бірдеңке. Бір өзгерістер күтеді. Жаңа ұрпақта өзгеріс күтуде, бірақ білмейді кімнен. Иә? Менің ойымша біз шындықты айтып тұрғанымыз үшін адамдардың жүрегін тербеттік деп ойлаймын. Сол үшін ол видеоны көп адамдар көрді. Сол үшін ол видео одан кейін бір түрді құбылыстарға алып келді. Мысалы, митингқа шыға бастады деп жүр. Мен ояндым деген сөз тіркесін барлық митингтан ұранға айналып. Ұранға айналып. Мүмкін бұл видео әрине ол провокация болып тұр да. Қандай видео болса да, ол бәрібір провокация. Бірақ бұл провокация, неге ол провокация болды? Себебі ол шындық болды. Менің ойымша біздің халық әлі күтуде. Оянғандардың үміті әлі ақталған жоқ па? Менің ойымша оянғандардың үміті ақталу процесінде деп айтады. Сенің ойыңша идеал демей ақ қояйық. Қазақстан қандай ел болғанын қалар ең, және қандай елде өмір сүргің келер еді? Әр қазақ сөзін айтқанда қазақи бір простая истина дейді ма, сондай айтады. Тиіспе, ұрлама, біреудің ала жібін аттама, дос бол, күле сал бетіне деген сияқты, иә. Менің ойымша бұл моральдық жақтан өте жақсы да. Менің ойымша, егер біздің мемлекет керемет болады, егер барлық қазақтар өзінің қазақ деген атына сай болса, жаңағы айтып жүрген затына сай болса. Менің ойымша Тоқаев та Назарбаев та тура сондай зат айтады. Иә? Менің шешем де ондай айтады, оқушы да ондай айтады. Барлығы біз барлығымыз білеміз қандай бізге шындық керегін бүкіл 18 миллион бақытты болу үшін. Егер бәрі біліп тұрса, онда неге орындалмайды? Басқа да адами қасиеттеріміз бар деген сөз. Мен оны түркі лицейінен нәпсі деп санаймын, нәпсі. Қазақша нәпсі дейді. Иә, нәпсі. Мүмкін сол үшін шығар. Әрқайсымыз мүмкін ашпыз, бірдеңкеге тоймадық. Бірақ менің ойымша тоятын уақытта болады бір кезде. Мен былай керемет өзіме жау санамаймын, мемлекетті болсын, кім болсын, себебі барлық 18 миллион адам маған тең болып көрінеді. Барлығы сол жаңағы баба Настя көршіміз да, сол жаңағы там Қали аға, Айгүл тәте, сондай да. Егер былай қарасаңыз, мүмкін барлығымызға сол ғана өзіміздің жай ғана кішкентай рөлімізге лайық болу, дос болу, қонақ болу. Мен өте қазақи нелерге сенемін да бұл жағынан. Подкаст көңіліңнен шықты ма? Facebook, Instagram, Spotify, YouTube және Telegram әлеуметтік желілерінде латынша Find Your Bee деп жазып, бізге тіркел. Жаңа эпизодтар мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл. Менің ойымша да біздің қоғамға, біздің адамдарға, орысша айтайын, қазақша аудара алмадым, ренжімеңдер, банальность добра жетпейтін сияқты. Яғни біз ең қарапайым жақсылықтарды жасауды ұмытып қалған сияқтымыз бір-бірімізге. Себебі адамдардың бәрі бір-бірін жау көріп кеткен сияқты қазір. Оны да түсінуге болатын шығар, ол уақытша құбылыс.
оны біздің 90-шы жылдардағы болған жабайы капитализммен байланыстырып жатады көбісі. Мен байланыстыра беремін 90-шы жылдардағы жабайы капитализміне. Яғни біз сол 90-шы жылдардағы қазақтар жалпы қызық халық қой. Феодалдық қоғамнан бірден коммунизмге қарай секіріп кетті де. Коммунизм болғанда социализмге қарай секіріп кетті. Асқынған социализм деп айтайық. Асқынған социализмге қарай секіріп кетті дейін, социалистік мемлекет құлап қалғаннан кейін капиталистік қоғамға тап болды. Және сол капиталистік қоғамда өзін қалай ұстарын білмей қалды. Содан бастап адамдар бір-бірін жау көре бастады. Тіпті жақыныңның өзін сатып кету, ақшаға алдап кету ең оңай нәрсеге айналып кетті де. Яғни айтқым келіп отқан нәрсе, біз осындай қарапайым жақсылықтарды жасап үйренсек біреулерге, және қарапайым жақсылық жасағанды біз мақтанатын нәрсе емес, ол күнделікті біздің өміріміздің бір бөлшегі ретінде қарай бастасақ, біздің жаңағы өзің айтып отырған біздің мемлекетіміздің проблемаларының ешқайсысы болмас деп ойлаймын. Сізден сұрайыншы, сіз совет үкіметінде тудыңыз ғой? 2 жыл өмір сүрдім деп. Мысалға, егер сіз өз жастағы адамдардың арасына қарасаңыз, тойындым деген сезім бар ма? Тойған ақшаға ма? Ұрпақсыз ба? Ақшаға ма? Неге болсын? Ақшаға, үйге, ананың махаббатына, сондай етке болсын, элементарный зат жоқ, ол керек та? Түсіндім, иә. 90 жылдары менің қатарластарым кім боласың деп сұраған кезде олар рекетир боламыз деп айтатын. Бірақ 2000 жылдардың бас кезінде адамдар депутат бола бастады. Кішкентай балалар депутат болуды армандай бастады. Бұл дегенің 90 жылдары ең күшті өмір сүретін адам рекетир болса, 2000 жылдардың басынан бастап күшті өмір сүретін адам шенеунік болып шыға келді сонда. Бұрынғы рекетирлер шенеунікке айналды, я болмаса, иә. Айтқым келіп отырған нәрсе, 90 жылдарда да 2000 жылдардың басында да балдардың арманы асқақ армандар емес еді. Ол ең қарапайым армандар. Өзін тойғызу, өзінің отбасын тойғызу, және отбасының айналасындағы отбасын, кеңірек әулетін тойғызу. Меніңше бізден кейінгі ұрпақтың өзінде де тойымсыздық әлі күнге дейін бар сияқты. Біздің ұрпақта да мен бар деп санаймын, бірақ сіздердің ұрпақтарыңызға қарағанда кішкене тойып қалдық дейсің. Бірақ өзіме қарағанда мен де тоймаған сәт. Бірақ маған басқа зат жетпеді. Ақша жетті, өйткені біздің ұрпаққа ақша, бізде мектептер болды, түрті элитный, мен КТЛ-де оқыдым, Назарбаев университеті болды. Бірақ бізде эмоционалды тұрғыдан қарағанда бір тоймаған сезім бар. Мысалға, себебі егер мен өзіме қарасам, әке-шешеммен менің арамда психологиялық айырмашылық көп. Мысалы, мен олардан мүмкін басқа зат іздейтін шығармын қазір. Олар менен басқа зат. Сондай бір разрыв поколений, да? Бізде больше эмоциональный, психологический. Соны мен өзіміздің ұрпақтан байқадым. Мысалы, қазіргі егер ұрпаққа қарасаңыз, барлығы ЛГБТ, мысалы, мен мұғалім болдым мектепте, ЛГБТ-ны қолдайды. Мен жастардың арасында көп байқаймын. Бірақ жастарды қолдамайды. Жастардың ойларын қолдамайды. Сол үшін мен жастармен қазіргі өзімнің оқушыларым, яғни олар 18 жас, бар болған айырмашылық 7 жас, олардың әке-шешесі аралығындағы үлкен бір айырмашылық сеземін. Шынымен Қазақстан қоғамы әртүрлі нелерге бөлінген, топтарға, топшық, топша, әртүрлі вариантта, үлкен кішілігіне байланысты. Біздің қоғам өзі бірігіп емес, өзінің әркелкі екенін түсініп, әркелкілік бірге бірігу керек сияқты. Мысалы, жұдырықты қарасаңда 5 саусақ бірдей емес қой. Әрқайсысы шынымен әртүрлі, әрқайсының формасы әртүрлі, ұзындығы әртүрлі, жалпақтығы әртүрлі, бірақ ол жұмылған уақытта жұдырыққа айналады. Яғни айтқым келіп отқан нәрсе, қазақтарда да либералдық құндылықтар болған. Менің түсінігімде либерализм деген не ол? Либерализм деген әркелкі топтардың бір күшке айнала алуы, либерализм мен осы.
яғни қазақтарда да бес саусақ бірдей емес, бір жұдырықтай жұмылу деген сияқты сөздер бар. Оның барлығы сол либералдық құндылықтардың біздің қанымызда да бар екендігін көрсетті, былайша айтқанда. Сондайға қарай ұмтылуымыз керек сияқты көрінеді, елестейді, армандайды. Мысалға біздің мемлекет кәрі кепшік, сарымсақ кемпірлер құрақтаған. Енді олар бір гомогенді болып көрінеді, ішінде жастар жоқ. Мысалға мен соны ренжітеді, шын айтамын. Ішінде жас жоқ. Жас болса үлкен бір 90-дағы кемпір шал сияқты сөйлейді да. Ол енді бюрократиялық жүйе өзіне қарай бейімдеп алған ғой. Ренжітеді да, бірақ мен сұлтан сияқты сөйлейтін адамдар қайда оның ішінде деген сияқты да. Сұлтанның өзі қайда? Репрезентатив дейді ме? Мені көрсететін, менің даусымды көрсететін адам жоқ та. Содан мен ренжимін. Әрине мен түрлі Оян Қазақстан кім болсын протест ретінде шығып жатқан адамдар біз ғана емес, барлық жастар. Кім болсын, әр үйдің ішінде бір жас бар, ата-анасына кер кететін. Кер кету деген сол протест, бірақ тура сол митингке айналуы да мүмкін. Сосын сіз толықтай дұрыс айтасыз, қазақтардың барлығы гомогенді бір халық емес. Керек кезде ғана мемлекет барлығымыз қазақпыз дейді да, ал керек емес кезде, мысалға протест болғанда ұшықтырады түрлі топшықтарды. Мысалы Заитов кезінде дәстүрлі қазақтар шықты да, Заитовты қолдайтын. Сосын Оян Қазақстанды қолдайтын либералдар шықты. Біреу түрлі түсті болып тұр, біреу бірақ біріге алған жоқ. Бірақ біріге алды. Алды деп ойлайсың? Алды. Әуезовтің РОВД-сінің алдында Заитов пен либералдар қосылып Заитовты қолдайтын. Яғни ол қазақ сөйлейтін қазақтар, олар екі түрлі топ. Бірге қосылып Әуезов РОВД-сінің есігін қақты да, сол кезде барлық полициялар қорқып адамдарды бір-бірден шығара бастады. Мен айтқым келгені, қазақтар олар гомогенді халық емес, батыстың қазағы мен оңтүстіктің қазағы екі түрлі. Сосын қазақтың арасында да сіз айтып тұрғандай топша түрлі мастер түр бар оның ішінде. Сосын ең бізді бір-біріміздің қазақты қазақ қылдырған, бірақ сөз қазақ. Егер тарихты біз зерттеп қарасақ, бізге мектепте бүйтіп айтатын, қазақ деген ол бос, бейбіт адам, қазақ деп. Яғни оның ішінде андай национальность, ұлт деген жоқ. Кім болсын, бәрі қазақ болу керек. Иә. Яғни қазақ дегеніміз ол гетерогенді, түрлі түсті, сұрқай, барлығы бір халық. Осы бір отарсыздандыру саясатын толықтай бір шайнап айтайықшы. Давай көрейік. Баста. Отарсыздандыру саясаты неге керек? Жаңағы айтқан ойлар сіз не қоса аласыз? Шынымды айтайын, мен отарсыздандыру, деколонизация деген теорияларға онша қызыққан емеспін ешқашан. Себебі мен өзімді о бастан отарсызданған адам ретінде елестетемін. Және оның басты критерий, жалғыз критерий, ол менің қазақша сөйлейтіндігімде шығар деп ойлаймын. Қазақша егер мен сөйлемесем, мен идентификациямды іздеп бастар едім, және ол идентификациямды іздеу ол деколонизация теориясына алып келіп мені тірер еді сонда. Демек, мен өзімнің кім екендігім туралы сұрақ ешқашан туындамаған, ол жауап о бастан болған. Демек, мен деколонизация туралы ешқашан ойламаған. Бірақ менің ойымша, біз деколонизация теориясын бәрібір қолдануымыз керек, және біздің қоғамның арасында оны кішкене түсіндіруіміз керек сияқты. Себебі біздің қоғамның белгілі бір бөлігі өзінің кім екенін білмейді, және әртүрлі ізденіс барысында әртүрлі жолдарға қарай кетіп жатады. Және ол жолдар міндетті түрде жақсы жолдар емес. Мысалы, біреу діншілдікке қарай кетеді. Діншілдікке қарай кеткендердің радикал топтары тіпті Сирияға да барып келді. Біреу шасын жап-жасыл қылып бояп алып, ұзын қылып өсіріп алып деп өзіне қарай айтып кеткен деймін. Маңызды емес. Екіншісі 10 тіл біледі, бірақ қазақ тілінен басқа өзін кәрсіз кім болса да қазақ емес. Қазақ емес деп санайды. То есть осындай жолдарды іздеп кететін мәжбүр болады. Сондықтан менің ойымша біз деколонизация туралы көбірек айтуымыз керек.
сияқты біздің қоғамда оған сұраныс бар. Себебі байқап отырмыз, біздің қоғамның бөлігінде өзінің кім екендігін іздеп жатқан адамдар бар, белгілі бір проценті. Мен тағы бір ойды айтқым келеді. Біз қазақ тілінің дамуы туралы тым көп айтамыз, бірақ бір нәрсені естен шығарып ала береміз. Және мен бұл ойды үнемі айтып жүремін. Қазақ тілі дамитын кез ол орыс тілді қазақтардың қазақ тілінің дамуына үлесін қоса бастаған кез деп есептеймін. Себебі бізде орыс тілді қазақтар ең сауатты. Бәрі шетінен сауатты деп айтпасақ та, орыс тілді қазақтардың арасында орташа сауаты жоғары адамдар өте көп. Интеллигенция көп. Өнер адамдары көп. Осы креатив адамдардың барлығы қазақ тіліне деген көзқарасын өзгертіп, қазақ тілін міне ертеңнен бастап біз үйренуіміз керек деп өзі үйрене бастаса, балдарын үйрете бастаса, шығармашылығында қазақ тілін жиі пайдалана бастаса, және қазақ тіліне баса назар аудара бастаса, қазақ тілін сол кезде ғана дамиды деп ойлаймын мен өзім. Тек қана қазақ тілді қазақтардың күшімен, әрине олар басым көпшілік, бірақ олардың өкінішке қарай олардың басым бөлігінің сауаты орта деңгейден әлдеқайда төмен. Дүниежүзілік. Иә. Біз қай масштабта қарап отырмыз? Біз дүниежүзілік масштабта қараймыз әрине. Иә. Яғни айтқым келіп отқан нәрсе, орыс тілді қауымның арасында, жаңа өзің айтқандай, олар азайып бара жатқанына қарамастан арасы, олардың шығармашылық потенциалы өте мықты. Және ол потенциалды біз емес, олардың өздері қазақ тілінің болашағы үшін пайдаланса, сарп етсе, қазақша әдеби тілмен айтқанда, қазақтың болашағына мен ешқашан күмәнданбас едім. Қазірдің өзіне күмәнданбаймын, бірақ ол кезде тіпті жақын болар еді деп айтайыншы. Менің ойымша бұл процесс болуда. Себебі мысалы өнер адамдары, Сүлейменовтер, сосын Айгүл Менлебаева. Егер танымайтын болсаңыздар, олар атақты суретшілер, дүние жүзіндегі осы қазақтың суретшілері, жаңа заманауи суретшілерінің арасындағы ең атақтылары. Базаргалиев, Сүлейменов, жұбы. Сосын кім бар еді бізде? Сосын жас суретшілердің арасында бір вагон, бір кішкентай тележка, ағда көп суретшілер, өнер адамдары бар. Барлығы деколониалдық теорияда жұмыс жасауда қазіргі. Бірақ түсінгенім, олар неге жұмыс жасайды? Себебі олардың жаңағы жаны ашып сезімі бар. Олар қазақша сөйлемегеннен жүрегі ауырады да, бірақ түсінеді неге қазақ тілі оларға керек екенін. Сол үшін осы тұрғыда көптеген өнер арасында, саясында жұмыс істейді. Менің ойымша, орысша сөйлейтін қазақтар арасында бұл процесс, қазақтану процесі болуда. Ең бастысы өзара, біз ғана қазақша сөйлейтін қазақтар ретінде біз оны күтудеміз. Ғалымдар арасында да болып жатыр. Мысалға Алима Бестенова деген күшті антрополог пе, социолог пе, Назарбаев университетінде жұмыс істейді, ол да көп жазулар жазуда. Сосын менің достарымның арасында да көп қазақша сөйлейтін жаңа жазушылар бар. Феминистер, ЛГБТ кім болсын, бірақ олар осы теорияда, яғни қазақ халқының қанына сіңуде дейікші. Ал жаратылыстану ғылымдар арасында мен онша көрген жоқпын, өзімнен басқа. Себебі мүмкін мен жаңағы суретшілер арасында жүргеннен кейін осы ойларды қозғай бастадым өзіме, бірақ былай қараған жоқпын. Көптеген жаратылыстану ғалымдары рационалды ойлайды да, рационалды тұрғыда олар қазақ тілін менсінбейді. Ағылшын тілі оларға керек сияқты. Сондай, менің бір прогнозым, болашақты егер болжасақ, менің ойымша қазақ тілді өзінің орнын алады. Алады дегенде бір второсортный немесе развивающий емес, бірақ болып тұрған тіл ретінде. Жаңа сөйлемейтін адамдар сөйлейді. Себебі менің ойымша мәдениет келеді бір күні сондай сәнге айналады. Сол кезде біздің адамдар қайтадан өздерінің бетін бұрайды. Сосын бұл жақта тағы бір экзотизация бар да. Егер былай қарасақ, ақ нәсілді адамдар 17 ғасырларда бір әдемі мәдениеттерге қызығып, солар жаулап алып жатқан. Біздікіндей қазақ тілі бір уақытта керемет дамиды дегенде күнделікті болып кетеді да.
сол кезде орысша сөйлейтін қазақтар да өздерінің колониалды көзқарасын қарап бүйтіп ой қазақша сөйлейді деп бізде жаулай бастайды. Олар да қызығып соны сөйлей бастайды деген ойдамын. Колонистердің отарлы саясатты қолданатын адамдардың өздерінің психикасы деген ойдамын. Менің ойымша ол процесс қазірдің өзінде жүріп жатқан сияқты, себебі қазір біз мысалы 91-ды тыңдайтын фанаттар, шетелдің фанаттары, болмаса Қазақстанның өзінің ішіндегі фанаттар, болмаса Димаш Құдайбергенді тыңдайтын адамдар, болмаса Ғалымжан Молданазарды тыңдайтын адамдар, иә. Біз мойындауымыз керек, олардың негізгі аудиториясы қазақша сөйлемейді. Сен айтып отырған процесс біраз бұрын басталып кеткен сияқты. Мен қазақша не үшін сөйлей бастадым? Себебі жаным ашыды ішімде. Мен сөйлемесем ешкім сөйлемейді деген бір ойда болдым да. Менің ойымша барлық қазақтың жаңағы айтқандай бір ішіндегі ашытып отырған бір сезім бар. Мүмкін сол фактор болатын шығар сөйлететін. Иә. Қазақ тілі әдемі, жаңағы Бельгер айтқандай әуезі де бар, әуені де бар. Ол да осы өмірде болуына құқығы бар. Әрине. Иә. Және де бұл бір көне қыпшақ тілінің несі дейді ма? Осындай күшті нотада бүгінгі әңгімемізді аяқтайық онда. Бізбен бірге болғаның үшін рахмет. Біз өзіміз бен қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз. Мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру. Оян Батыр подкасты ұнаған болса, iTunes, Google Play қосымшалары арқылы бізге жазылып, Facebook, Instagram, ВКонтакте және Find Your Bee сайтында бізбен бірге бол. Және де iTunes'та өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа. Есіңде болсын. Бақыт пен жетістікке анықтама беретін тек сен ғана. Жолыңнан тайынбай, батыр бол.